Серверный шкафты жылжыту керек. Мында көп компьютер жоқ ішінде. Двухюнитный HP ескі Generation 9 дейді ма. UPS-ки, екі Tower сервер, UPS-ка өшіріп жатқан сияқты. Арт жағынан қараймыз. Мында интернет келіп тұр, оптика. Так, оптика, мын жақта Ethernet конвертер, свич қарапайым. Салқындату жүйесі, вентилятор уақытша қойылған, шаң болған жұмыстан кейін. Қазір барлығын суырамыз, кабельдерді ажыратамыз, серверді жылжытып қайтадан қосамыз. Сервердің орны мына жақта болады. Серверлерді кішкене тазалаймыз. Серверді мында кеп қосамыз. LAN кабель көп емес, UTP 7-8 10 шақты болады. Құрылыс жұмыстары болып, кішкене шаң басып қалған, арт жағын бәрін. Тазалау керек. Серверный шкафты шаң тозаңнан тазалаймыз. Тазалап қойдық, міне. Енді құрылғылар дұрыс жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Енді техникаларды шаңнан тазалау. Бұл жерде қараңғы түсіп кетті далада. Так, шаңнан тазалаймыз. Үрлейміз. Сүртеміз. Жалпы шаңнан тазалау. Щитті қойғаннан кейін, бұл электрический щит па, негізі сондай. Одан соң кабельдерді обжать етеміз, прозвонок жасаймыз бірінші. Одан соң бір-біріне жалғаймыз. Себебі бұл жерде LAN сет түсініксіз нақты. Сондықтан қалай қосылып тұрды, солай қосамыз. Енді щит дайын, қазір оптикалық кабельдікше кіргіземіз, тоқ береміз. Сонымен ар жақта серверный жақта қарайтын шығарымыз.
Сервер жаңа орынға келді. Бәрі қосылды. Сервер қосылып тұр. Төмен жағында серверлік тауэр сервер компьютерлер қосылып тұр. UPS-ка. Енді тек кабельдерін реттеу керек. Интернет әзірге қосылмай жатыр. Локальная сеть недоступна дейді. Қазір кабельдерін тексереміз. Жалпы көшіп келді. Енді охлаждение, комната бөлмедегі салқынды қамтамасыз ету керек. LAN кабельдері қосылуда. Жалпы дайын болып қалды.